Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Іле ауданы Жапек Петр ауылы нөмір 30 орта мектептің биология пән мұғалімі Ожгенова Жанар Рахметқызы боламын. Менің негізгі әдістемелік құралым тақырыбы қан топтары мен резус факторлар, тәжірибелік тапсырмалар жүйесі. Менің негізгі әдістемелік құралым негізгі мақсаты қан топтары мен резус факторлардың теориялық негіздерін меңгерту, оқушыларды тәжірибелік тапсырмалар арқылы қан топтарының сәйкестігін анықтауға үйрету, жасанды интеллектті қолдана отырып, интерактивті тапсырмалар мен виртуалды зертханалық құруға бағыттау. Негізгі осы әдістемелік құралдың негізгі міндеті қазіргі заманда медицина мен биология ғылымының даму, адам ағзасының ерекшеліктерін тереңірек зерттеуді қажет етеді. Солардың ішінде қан топтары мен резус факторлардың маңызы өте зор. Қан топтарын білу тек қана медицина саласында ғана емес, сонымен қатар адам өмірінің маңызды рөлін атқарады. Мысалы, жарақат алған кезде, ота жасаған кезде, әйелдің босану барысы кезінде осындай шұғыл жағдайларда донор қанның сәйкес келуі адам өмірін сақтап қалуға тікелей әсер етеді. Жаңашылдығым қан топтары мен резус фактор тақырыбын тек теориялық тұрғыда емес, тәжірибелік тапсырмалар жүйесі арқылы меңгертуде. Дәстүрлі оқыту бұл тақырып көбінесе ақпарат беру деңгейінде қалып қояды, ал ұсынып отырған құрал оқушыларды нақты өмір мен жағдаяттарға бейімдей отырып, зерттеушілік дағдыларын дамытуға бағытталған. Бұл жерде менің әдістемелік құралымда негізгі 3 бөлімден тұрады. Бірінші бөлім, яғни теориялық негіздер. Бұл жерлерде қан топтарының ашылу тарихы туралы көрсетілген, қан топтарының биологиялық ерекшеліктері туралы, резус фактор және оның маңыздылығы туралы айтылған, қан топтарын медицинадағы қалай қолдану туралы айтылған, және 5-ші қан топтары туралы мифтер мен шындықтар. Екінші бөлімде тәжірибелік тапсырмалар жүйесі. Бұл жерде қан топтарын анықтауға арналған тәжірибелік жұмыстар, резус факторы анықтау үлгісі, қан құю жағдайларын модельдеу тапсырмалары көрсетілген, логикалық есептік тапсырмалар жүйесі көрсетілген. Үшінші бөлімде, яғни қазіргі заманауи әдіс тәсілдер, жүйе жасанды интеллект көрсетілген, жүйе арқылы тапсырмалар түрлендіру тәсілдері, қан топтары мен резус факторларға арналған интерактивті онлайн ойындар, жүйе арқылы виртуалды зертхана құру идеялары көрсетілген. Енді осы әдістемелік құралымды қорытындылай келе, қан топтары мен резус факторларды оқыту жаратылыстану пәндері арасындағы маңызды тақырыптардың бірі, ол тек биологиялық білімді кеңейтіп қана қоймай, сонымен қатар оқушылардың өмірлік дағдыларын дамытуға, жауапкершілік сезімін қалыптастыруға бағытталған. Себебі қан топтары мен резус фактор туралы білім тек қана медицина, биотехнология, донорлық қызмет, генетика сияқты салаларымен тығыз байланысты. Әдістемелік бөлімде ұсынылған тәжірибелік тапсырмалары жүйесі оқушылардың білімін тексеру, ғылыми зерттеу қабілеттерін дамыту және оқыту материалдарын өмір мен жағдаяттармен байланыстыра отырып түсіндіру мақсатында негізделген. Мұндай тапсырмалар жүйесінің ерекшелігі оқушының тек қана дайын ақпаратты жаттауға емес, білімді қолданып, нақты жағдайларды талдауға үйретеді. Осылайша ұсынылған тәжірибелік тапсырмалар жүйесі биология пәнін оқытудағы инновациялық бағыттардың бірі болып табылады. Ол оқушыларды тек біліммен қаруландырып қана қоймай, олардың ғылыми ойлауын, зерттеушілік қабілетін, өмірлік ұстанымын
Әріптестер, жаңағы дамытуға ықпал етеді. УБТ тапсырмалары бұл жерде УБТ-ға дайындауға негізделген тапсырмалар. Жақсы, осымен қорытындылап болдым. Рахмет сіздерге тыңдағандарыңызға. Сау болыңыздар. әріптестер, жаңағы Адина Алғазықызы, ой деймін, орысша жаңағы выступать еткен 17-ші мектеп барсыз ба? 17-ші мектеп. Адина Садырбекова. Адина, сіз отырсыз ғой. Адина, 17-ші мектеп. Менің дауысым естіліп тұр ма, әріптестер? Естіліп тұр. Адина Садырбековна, сіз қайтадан қайталайсыз ба жаңағы неңіз, выступлениеңізді? Жаңағы жеке жазып едік, қайтадан дұрыс түспей қалып біріктіріп жіберейік бір жерге. Тамға? Иә, қайтадан выступление жасасаңыз. Сізде басқа адам не көрсетіп тұр дейді? Қазір. Демонстрация. Жабылмай қалды ғой. Бізге қандай екен бұл кісінікі? Өзі ашады ол, жаңа жүз ашқан. Айттан көріңізші. Өзі қосып не ғой? Басқа адам әлі қосылып тұр, сол себептен достық жоқ. Ән жерде WhatsApp па, бірден көрсетіп тұр. Біздікі ғой қазір. Өзіміз қосып жүрсік қазір. Қандай еді тақырыбыңыз? Менде клонирование. Клонирование животных деген. Өзім қоса алмаймын, иә? Сонда. Неке Садырбекова деп жазып тұр. Көрінді ма енді сізге? Так, маған иә көрінді. Бастай беріңіз. Так, сәлеметсіздер ме тағы да? Кімді көрмен? Менің есім Садырбекова Адина Алғазықызы. Биология пәні мұғалімімін. 17-ші орта мектептің педагог-модератор. Менде әдістемелік құрал, тақырыбы орысша менде. Клонирование от растений до животных. Бұл әдістемелік құрал жаңа 10-11-ші сынып мұғалімдеріне арналған. Орысша айта беріңіз. Актуальность темы. Почему я взяла именно данную тему? Потому что клонирование сейчас очень популярно в современном мире, в науке, да. Клонирование идет многих редких растений, редких животных. Также большой вклад вносит, например, в создание органов в медицину. Но проблема в том, что раньше эта тема в основном затрагивалась именно в университете. Сейчас внедрили в программу школьников. Это 10-11 класс, поэтому тема очень сложная. И моя цель — это, конечно же, чтобы данная тема учитель мог объяснить легко, заинтересовал урок и развить у детей, конечно же, это исследовательские и коммуникабельные способности. Поэтому я взяла эту тему. Здесь я предложила учителям методы, именно методы активные и инновационные методы, такие методы обучения, как проблемные, затем игровой метод, метод дискуссии, проектов, STEM методы, чтобы было интересно проводить урок, чтобы дети были заинтересованы в этом. Ожидаемые результаты для учителей — это, конечно же, методическая готовность к проведению уроков по данной теме, а для учеников — это знание,
о процессе клонирования, о методах биотехнологии, а также формирование критического их мышления, исследовательских навыков, а также коммуникативных навыков. Вот следующий слайд вы можете посмотреть, один из уроков, да. Здесь описан метод проблемного обучения, где учитель рассказывает, задает вопрос проблемный, дети обсуждают сначала индивидуально, а далее уже делятся на группы, и у каждого есть своя проблема, где они обсуждают, решают и предлагают свое решение. Здесь вот представлены работы. Тем самым они могут в группе решать определенные проблемы, исследовательские какие-то навыки, да, у них развить коммуникативные, потому что они общаются вместе, даже совместная работа. И еще есть другие методы, которые у меня представлены в методической работе. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы. Коллеги, есть вопросы у вас? Нет, тогда спасибо. Рахмет әріптестер, барлықтарыңызға Іле ауданы бойынша бүгін тәжірибе таратылды деп есептейміз. Барлықтарыңызға рахмет. Осы видео сілтемесін группаға жіберетін боламын. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыз. Апайына 300 Болды ме? болдыңыз, иә? Иә. Сабақ екен. Табылады. Жалпы бұл бағдарламаны зерттеудегі мақсатым осылай оқушылардың тірі ағзаларды зерттеп қана қоймай, оның дүниетанымын кеңейте отырып, STEM тәсілі негізінде пәнаралық байланысты дамыту болып табылады. Жалпы бағдарламаның міндетіне тоқталатын болсам, биология пәніндегі тірі ағзаларды зерттеу ол бірнеше пункттардан тұрады. Біріншіден экологиялық мәдениетті қалыптастыру, зоологиямен байланыстыру, ғылым, технология, инженерия, өнер және математикамен байланыстыра отырып, осы бағдарламаның құру процесі. Жалпы бағдарлама, қарасаңыздар, оқу тақырыптық жоспарынан тұрады. 34 бөлімнен қамтиды, яғни теориялық және де практикалық бөлімдері бар. Қысқа мерзімді сабақ жоспарлары осы бойынша қарастырдым. Сабақтың тақырыбына байланысты, яғни 9-шы сыныптың материалына, КТЖ-сіне қарай отырып, мысалы, мына жерде бір көрініс, мутациялар және олардың рөлі бұл жерде толығымен құрастырылды, назар салсаңыздар. Яғни сабақтың барысындағы процесс толығымен көрсетілген. Одан бөлек, мына жерде ашайын. Мына жерде міне қарасаңыздар, сабақ қымыжысынан кейін бізде одан кейін STEM бойынша, яғни арт, математика, инженерия, ғылым саласы бойынша бөлек тапсырмалар құрастырылып жинақталды. Жалпы алғанда осы STEM тәсілі арқылы тірі ағзаларды зерттей отырып, 9-шы сынып оқушыларының биология пәніне деген қызығушылығын арттыруға, шығармашылық зерттеушілік қабілетін дамыта отырып, осы инновациялық бағдарлама болып табылады деп есептеймін. Яғни топпен жұмыс істеу дағдысын және де нақты өмірмен байланыстыра отырып қабілетін қалыптастыру. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз жоқ па? Рахмет, жоқ. Жақсы. Рахмет. Келесі Динара Байтұрғанова сізге берейік, кезекті. Жақсы аға. Ау, апай. Менікі шықпады жода. 18-ші орта мектеп менікі.
Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бастай берейін ме? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Алматы облысы Іле ауданы Дұрыс Ноғайбаев атындағы номер 18 орта мектептің биология пәні мұғалімі Байтурганова Динара Канапяевна. Менің әдістемелік құралымның тақырыбы тіршілік эволюциясы. Естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр ма сіздерге? Естіліп тұр. Иә, естіліп жатыр апай, жақсы. Келесі бетін ауыстырып жіберсеңіз. Келесі бетін ауыстырып жіберсеңіз. Яғни әдістемелік құралдың мақсаты. Келесі бетті аударып жіберіңізші, ауыстырып. Эволюция биологиядағы ең күрделі әрі дерексіз абстракты тақырыптардың бірі, яғни оқушылар миллиондаған жылдарды қамтитын процестерді елестету қиын. Сол себептен ашылмай жатыр, что-то мен айтып жатырмын, нем ашылмай тұр, что-то. Апай, өзіңіз демонстрация жасасаңыз да болады. Соны жібере алмай жатырмын. Қай жерін басам айтыңдаршы? Поделиться деп астында тұр. Поделиться ма? Көрінді ма, қыздар? Көрінді. Айта беріңіз. Хорошо. Көрінді, айта беріңіз. Көрінді ма? Хорошо, жақсы. Әдістемелік құралдың басты мақсаты оқушыларға эволюция процестерінің заңдылықтарын ғылыми негізінде түсіндіру, оларды оқыту барысында тиімді әдістемелік тәсілдер ұсыну және білім сапасын арттыру. Әдістемелік құралымнан яғни оқушыларға эволюция теориясының қалыптасуы тарихын, негізгі бағыттары мен идеяларын жүйелі түрде жеткізу, эволюцияға дәлел болатын морфологиялық, анатомиялық, генетикалық, палеонтологиялық деректерді ғылыми тұрғыдан түсіндіру, тіршіліктің өзгергіштік тұқым заңдылықтарын практикалық мысалдармен ұштастыру, түр түзілу, бейімделу және тіршілік үшін күрес құбылыстарын оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай деңгейге меңгерту. Сабақта қолданылатын заманауи педагогикалық технологиялар мен әдістемелік жұмыс ұсыну. Кезең маңызды, яғни болуы Апайдың интернет істемей жатыр ма, или біздікі ма? Апай, сіздің дауысыңыз естілмей жатыр, негізі бізде ұстап тұр интернет жақсы. Мектепте ұстамай қалды ғой деймін интернет. кеттім ба, не болдым? Қайтадан ба? Қайтадан поделиться қылам ғой деймін, Сонымен эволюциялық дәлелдемелер, палеонтологиялық салыстырмалы анатомиялық эмбриологиялық дәлелдер. Құралдың мазмұндық ерекшеліктері үлкен үш бөлімге бөлінеді. Теориялық бөлімде жердің бетіндегі тіршіліктің пайда болу гипотезалары мен химиялық эволюциядан биологиялық эволюцияға көшу кезеңдері жинақталған. Екінші бөлімде геохронологиялық бөлім кезеңнің, яғни палеозойдан кайнозойға дейінгі климаттық ерекшеліктер мен флора фаунасындағы басты ароморфоздар кесте түрінде белгіленген. Практикалық бөлім мұнда деңгейлік тапсырмалар, жағдаят сұрақтар және эволюциялық дәлелдемелерді салыстырмалы анатомиялық, палеонтологиялық зерттеуге арналған жұмыс парақтары енгізілген. Сонымен қатар бұл әдістеме
білек құрал сабақ барысында қолдану арқылы біз келесі сыни ойлау қабілеті дамиды. Пәнге деген қызығушылық. Әрине әдістемелік құралда практикалық тапсырмалардан бұл оның құндылығын еселей түседі. Төменде 9-11 сынып оқушыларына арналған түрлі тиімді тапсырмалардың үлгісін ұсынамын. Бұл жерде эволюциялық саты кестесі, жүйелеу тапсырмасы дейміз. Яғни бұл тапсырмада оқушының геохронологиялық кестені қаншалықты меңгерген тексереді. Тапсырма берілген организмдерді олардың пайда болу ретін эралар бойынша орналастырыңыз және басты ароморфозды даму ерекшелігін атайды мына кестеде. Тура сол сияқты сәйкестендіру тапсырмасы бар. Бұл жерде аналогия және гомология, яғни көбінесе оқушылар осыдан шатасып жатады, білесіздер. Мысалы, мына мүшелердің қайсысы гомология шығу тегі бір, қайсысы аналогия қызметі бір екенін анықтаңыз деген не берілсе, көбелектің қанаты мен құстың қанаты аналогия, иттің алдыңғы аяғы мен киттің жүзбе қанаты гомология деген сияқты. Сонымен қатар схемалық талдау тағы осындай тапсырмалар кездесіп жатады. Қорыта келетін болсам, тіршілік эволюциясы биология ғылымының іргелі ілімі ғана емес, табиғаттағы бар құбылыстардың өзара байланысы мен дамуын түсіндіретін әмбебап концепция. Енді барлығын айта келе, эволюция ілімінің ғылыми және тәжірибелік маңызы зор. Медицинада, өздеріңіз білесіздер, селекция мен биотехнологияда, экологияда, оқытудың әдістемелік тұрғыдан алғанда эволюция ілімін меңгеру оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырады. Сонымен қатар эволюция көзқарас тек биологияның ғана емес, жалпы жаратылысты қорыта келсек, бұл тіршілік эволюциясы тірі табиғаттың даму заңдылықтарын ашатын адамзаттың ғылыми процесі мен табиғатты қорғау ісінде бағыт-бағдар беретін ілім деп санаймын. Эволюцияға терең түсіну болашақ ұрпақтың ғылыми мәдениетін арттырып, адам мен табиғат арасындағы үйлесімді қатынасты сақтаудың кепілі деп білемін. Қорытып айтатын болсам, бұл әдістемелік құралым мұғалімдер үшін көмекші құрал, ал оқушы үшін бұл бағдар беруші ресурстар болып табылады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Рахмет сізге де. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, сұрақ жоқ. Енді мынадан так шығу үшін нені басам, қыздар айтып жіберіңдер. Бәрі түсінікті, рахмет. Келесіге көшейік. Келесі 38-ші мектеп, сіздер кезек-кезек қосып өтесіңіздер. 38-ші мектеп. Мен мына жерден қалай шығып кетем, айта қойыңдаршы. Запись отключить жоқ. Аны қой дейме? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біздің әдістемелік құралымыз биология пәні бойынша PISA тапсырмаларына арналады. Осы әдістемелік құралдың мақсаты оқушылардың жаратылыстану және сауаттылығын дамыту болып табылады. Және PISA тапсырмаларын қолдану арқылы биология сабақтарында оқушылардың оқу жетістіктерін бақылай отырып, жаратылыстану сауаттылығын бағалап, алған білімдерін өз өмірлерінде қолдана алуы және өз ойларын ашық айтып, жан-жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыруға бағытталған. Жалпы бұл тапсырманың оқу құралының басты міндеті оқушыларды сыни ойлауға және алған білімдерін болашақта қолдана білуге. Бұл жерде біз алғанда 14-15 жастағы аралығындағы балаларға жасалған тапсырмалар, сондықтан бұл жерде біз 10-шы сыныптың биологиясындағы тақырыптарға тапсырмалар құрадық. Жалпы 18 тапсырмадан тұрады. Бұл жерде тапсырмалар балалардың алған білімдерін өмірде қолданылатындай дәрежеде құрастырылған. Мысалы айтатын болсақ, вирустарға арналған, бактерияларға арналған тапсырмалар бар. Және біздің осы әдістемелік құралды жазу мақсатымыздағы күтілетін нәтижеміз ол PISA тапсырмаларын қолдану оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, өзіне деген сенімділігін арттырып, ғылыми көзқарастарын және сыни ойлау қабілеттерін дамыту болып табылады. Және де біз осы тапсырмаларды құрастыру кезінде Блум таксономиясын қолдану арқылы және Веспальканың 4 деңгейлі жүйесіне сүйену отырып құрастырдық.
Және де осы тапсырмалар белгілі бір деңгейлерден тұрады. Ол репродуктивтік, алгоритмдік, эвристикалық және шығармашылық деңгейлерді қамти отырып құралған тапсырмалар болып табылады. Сіздерге жаңағы бір тапсырманың мысалы ретінде көрсетіп кетеміз. Қай сыныпқа арналған, тарауы, бөлімі осы әдістемелік құралды қолдана отырып тақырыпқа сай осы әдістемелік құралдан алып балаларға беруге ұсынуға болады. Қорыта келгенде, Жалпы пиза тапсырмаларын орындау барысы балаларға жаңағы өздерін сыни ойлаулығын арттырады. Соның жерде бұлар өмірде оны қолдана білу. Өйткені пиза тапсырмалары бұл кең деңгейде қолданылады. және де осы әдістемелік құралымыз бізді пиза жаңағы тестіне дайындауына өте жақсы ықпалын тигізеді деп ойлаймыз. Жақсы әріптестер, өте түсінікті. Жақсы әдістемелік құрал деп білеміз. Енді келесі қайтадан кіріңіздер, өйткені уақытымыз бітіп қалды. Содан кейін келесі жаңағы сұхбат еткен мектептер қайтадан ары қарай жалғастырсақ, иә? Осы темамен қайта кіріңіздер. Рахмет.